Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі география сабағымызды бастаймыз. Алдымен бәріміз топқа бөлінеміз. Ол үшін мына партада менің партамдағы тұрған мозаика әдісі бойынша топқа бөлінеміз. Қағаз қималарын аламыз. Сабақта бір-бірімізді тыңдаймыз, Нұрзия, бір-бірімізді тыңдаймыз. Нақты дәл жауап береміз, артық сөз сөйлемейміз. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға алуға тырысамыз. Және сабақта өзіміздің тапқырлығымызды, шапшаңдығымызды көрсетеміз. Сабақ жарыс түрінде өтеді. Түсінікті ма? Жарыс түрінде топ жарысады және жеке бағаланасыңдар. Түсіндіңдер ма? Ендеше сабағымызды бастаймыз. Балалар, бүгінгі сабақтың мақсаты демографиялық саясат ұғымын түсіндіре отырып, жекелеген дүниежүзі елдеріне қатысты демографиялық саясаттың өзіндік моделін ұсынамыз барлығымыз сабақтың соңында. Енді ынтымақтастық атмосферасын қалыптастырып алайық. Топ басшысы Нұрзия келесі топқа өз топтарының атынан тілектеріңді айтыңдар. Бүгінгі сабақтағы біздің топтың атынан сіздерге керемет көңіл-күй. Біз үшінші топқа сәттілік, жақсы сабақтағы түсінік, жақсы көңіл-күй тілейміз. Біз сендерге сәттілік, өзімізге жеңіс тілейміз. Осы сабақты түсініп, болашақта Қазақстан демографиясын дамытуға өз үлестерін қосқандарыңыз қалаймыз. Балалар, міне жүректен жүрекке айтылған тілектеріміз қабыл болсын. Досымыздың айтқан тілегі жүректен жүрекке жете берсін деген тілектен. Сабақтың кезеңдері түсініп алайық. Ой шақыру, бірінші, екінші жаңа сабақты түсінеміз. Глоссарий жазамыз. Ендеше ой шақыру кезегін бастаймыз. Демографиялық мәселе дегеніміз мұқият зерттеуді және қатаң түрде шешуді талап ететін қиын жағдай. Келесі сұрақ. Ол қанша бөліктен тұрады? Демографиялық мәселе қанша бөліктен тұрады? Мерей айтамын дейді. Демографиялық мәселе екі бөліктен тұрады. Дүмпу және дағдарыс. Дұрыс, дүмпу және дағдарыс. Демографиялық дүмпуді сипаттап бер. Қандай болады? Демографиялық дүмпу дегеніміз халықтың күрт өсіп кетуі. Демографиялық дағдарыс қай елдерде байқалады? ақш, Канада және Австралияда көрінеді. Демографиялық дағдарыс неге әкеліп соғады? Халықтың денсаулығының нашарлауына әкеліп соғады. Халықтың жоғалып кетуіне алып келуі мүмкін. Ендеше келесі кезең жаңа сабақтың тақырыбын анықтаймыз. Бүгін бізді балалар қандай сабақ өтетін тақырыпты анықтаймыз керек. Ол үшін мына сұраққа ойланып жауап беріңдерші. Кей елде халық саны көп, өте көп, Қытайда, Үндістанда. Ал кей елде халық саны азайып жатыр. Мысалы Германия, ендеше сол мемлекеттің үкіметі халық санының не істейді? Сол елдерге демографиялық саясат жүргізу қажет. Дұрыс, саясат жүргізеді. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ендеше дәптерлеріңе жазып қойыңдар. Демографиялық саясат. Жаңа сабақтың тақырыбы демографиялық саясат деп аталады. Келесі сабағымыз демографиялық саясат. Туу төмен Европа елдерінің көпшілігінде көп балалы отбасыларға ақшалай көмек және басқа да жеңілдіктер жүзеге асырылуда. Қазақстанда саясат туды қолдау бағытында жүргізіледі. Сонымен балалар, сіздер демографиялық саясат. Дамушы елдердің демографиялық саясаты. Оқимыз. Қытайда қандай саясат қолданылған? Насын болды. Қытайдағы саясат. Баланың дүниеге келуіне үкіметтен рұқсат алады. Екінші, некелеу жасы. Жоғары дамыған елдердің демографиялық саясаты. Кім оқиды? Дулат. Жоғары дамыған елдердің демографиялық саясаты. Жас отбасыларға көмек, балаларға ай сайын жәрдемақы төлеу.
дамыған елдер, туу төмен, демографиялық дағдарыс, демографиялық саясат, тууды қолдауға бағытталған үгіт-насихат шаралары. Енді дәптеріңе классарит жазамыз. Енді балалар келесі кезеңге өтеміз. Тыңдаймыз. Бүгін топтық тапсырма. Топ басшылар бағалауды ұмытпеңдер. Топтық тапсырма. Алдарында есеп шығаруға тура келеді. Түсінікті ма? Мәтінді толық түсініп алдыңдар. Облыстардың бірінің халық саны жыл басында 2.690.000 адамды құрады. Сол жылдың ішінде бала туылды 35 промилле, қайтыс болды 21,5 промилле, келді, көшіп келді 29-да 8, көшіп кетті 22-де 3. Тапсырма анықтаулары керек. Бірінші топ. Халықтың табиғи қозғалысының бала туулу, өлім жітім, табиғи өсім коэффициентін анықтайды. Вот, кірсіңдер. Жоғары жаққа, жетінде 5. Дұрыс. Келесі кезең. Геосервису сәтін бастаймыз. Балалар, біз қазір кішкене сергі бала. Жұптық тапсырма орындаймыз. Балалар, алдарында қазір мен жұп бойынша орындайсың. Елдердің аты жазған. Жұптық тапсырма. Нигер, Бразилия, Аргентина, Қытай, Үндістан. Дұрыс, жұптықтасына орындағандарға ет қалған. Шектеу елдеріне Қытай, Нигер, Украина, Үндістан. Дұрыс. Ал ынталандыру елдеріне Франция, Аргентина, Бразилия, Ресей, Жапония, Германия. Дұрыс. Дағдарысқа Украина, Германия, Бразилия, Үндістан, Қытай. Ынталандыруға Франция, Жапония, Ресей, Германия. Енді жеке тапсырмаға өтеміз. Әрқайсының бір-бір сұраққа жауап берген сайын бір балл қойып отырамыз. Топ басшылары жеке сұраққа жауап бергенде бір балл. Балалар, сендердің атыластарында карталарын қойды. Бірінші сұрақ. Туу коэффициенті жоғары елдерді картадан кім көрсетеді? Жер бетінде туу жоғары елдер. Мали, Нигер және Эфиопия және Уганда. Келесі. Бұл жер беті бойынша бөліп жүрген картасы. Жер бетінде балалар ең адамның көп қайтыс болып жатқаны қай аймақта, қай елде? Мұнда олар жатады. Және Африка елдер тұр ғой, 13-13 Африка елдерінде өлім жітім жоғары. Енді балалар халықтың табиғи өсімі, яғни туылғандар мен қайтыс болғандар арасынан айырмауда қазір өсім жоғары мемлекеттерді кім атай алады? Нигер, Мали мен Нигерде 32-33 промиллеге тең. Жарайсың, өте жақсы отырады. Денсаулық сақтауға жұмсалатын шығындар. Балалар адам өмір сүру үшін, ұзақ өмір сүру үшін барлық мемлекет денсаулық сақтауға қаржы бөледі. Қай елдер қандай қаржы бөліп жатыр? Мен қой қойды ұмытпай жүрсе, өзіне қойғыз. Канада, Бразилия, Австралия. Тағы да Европа елдері, Міне осы аймақтағылар өте көп қаржы бөледі екен. Келесі сұрақ. Орташа өмір сүру ұзақтығы. Ең жер бетінде халықтың қаржы бөледі орташа өмір сүру жасы 72 екен. Ең ұзақ өмір сүретін елдерді және ең қысқа өмір сүретін елдерді анықтайықшы. Бірінші ұзақ. Кім айтады ұзақ өмір сүретін? Нұрзия келеді. Канада елдері, Австралия, Қытай, Ливия,
Европа елдері, өте қысқа өмір сүріп жатқан, бұлар қысқа өмір сүріп жатыр, жасы қысқа екен, орта жастар. Жер бетінде ең қысқа өмір сүріп жатқан елдер Африка елдері. Олар Эфиопия, Сомали, Уганда деген елдер. Халық санының өсу қарқыны жоғары, шартпенге қараймыз, сөйтіп анықтаймыз. Қай аймақтарда тұршы, қай аймақтарда? Жаңағы Мали, Уганда, Нигер, Африка елдері, азырақ өмір сүріп жатқандар ше? Қытай, Ресей, және Еуропа елдері, Ливия, сосын ақш. Дұрыс, осы елдер өте азырақ өмір сүріп жатқандар. Халықтың өмір сүру жасы қысқа екен. Әсіресе Ауғанстан деді, 40 жас деп өткен жағдай. Міне келесін ашып беріңіз. Халықтың көші-қоны. Балалар, біз көші-қонды да өттік. Қай жаққа көші-қон жоғары? Көші-қон деңгейін анықтап береді. Көші-қоны ең ұзақ жер Бразилия, Мексика, ОА, Эрмойд, Алжир және Қытай. Иммиграция көп екен, көшіп кету керек екен, көшіп кету. Дұрыс, келесі балаға бағын олай қоймыз. Балалар, мына картаның аты жоқ. Қараймыз, бұл қандай карта? Бұл қандай карта? Тақырыбын ұсталады. Не дейді? Перизат табасында? Түрде. Халқының бақыт индексі, тапсырманың тақырыппен жасырып қойсын бақыт индексі. Бұны да түсіндіріп өтейін. Бақыт индексі ең жақсы өмір сүріп жатқан елдер. Өмір сүру өте жоғары деңгейде, үйлері әдемі, үйлерінде жылы су ағып тұрған өте әдемі елдер табайықшы. Америка құрама штаты, Канада, Европа елдері, ол Британия, ол Германия, ол Франция, ол Испания, одан бөлек Австралия, Сауд Арабиясы қараңдар, оңтүстік шығыстағы елдеріміз. Балалар, бүгінгі сабақтан үйге беретін тапсырма Қазақстанның демократиялық саясаты тақырыбына эссе жазып келесіңдер. Ендеше бүгінгі сабағымыз өз нәтижесіне жетті, балалар. Қорытындылаймыз, қорытынды балын шығарамыз. Оған дейін алдарындағы стикерге сабаққа деген ой пікірлеріңді жазып қойыңдар, кері байланысты мына стикерге. Кері байланысты алып жазыңдар. Сендер топбашылар бағалаңдар. Жалпы айтасыңдар. Қорытындысы шықты ма болады? Ал, бірінші топта Нұрсия оқи қой, топтың бағасының ұшына оқытар. Қайсы бағаларды сөйтті? Қорытындысы өзіме 9 балл, Семей Қайсарға 6 балл, Әлбек Дінасқа 7 балл, Сауытбек Айханға 8 балл, Құламәлі Маржан 7 балл, Мақаш Әлия 11 балл, Орал Шыңғыс 7 балл, Өзбек Дулат 12 балл. Енді балалар, әрқайсың өздерің жазған жаңа стикерлеріңді әкелем, мына жерде жеміс ағашына жабысып беріңдер. Мен көрейін, кімнің қандай ой пікір жазды сабаққа. Кері байланыс жасаймыз. Жылдамдатып мына жерде жабыстырамыз. Міне бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Сабақ соңына жетті. Орныңыздан тұрамыз. Сұрақтарымызды жинаймыз. Демалыңыздар.